Дефне Элифті шақырып алады. Кешегі жағдайлардың бәрін білдім. Месут келгенін де білемін дейді. Элиф, сіз білген жоқсыз, кінәңіз жоқ деген кезде Дефне, мен сенен кешірім сұрап жатқаным жоқ. Сенің ойың, сенің істеп жатқаның мені еш қызықтырмайды. Мені қызықтыратын тек қаһарман. Мен сенің не ойлайтыныңды білемін дейді. Сенің арманың менен қаһарманды тартып алу. Элиф, сіз не деп тұрсыз? Менің ешқандай да арам ойым жоқ. Ерлі-зайыптылардың ортасына түсу менің ойымда да болған жоқ дейді. Элиф кеткісі келеді, ал Дефне отыр, мен саған айтарым әлі таусылған жоқ. Ортамызда бала жоқ болса да қаһарман екеуміз тату-тәтті едік. Сен келгелі екеуміз күнде ұрсатын болдық. Мені тек өзімнің күйеуім ғана қызықтырады. Күйеуімді менен тартып аламын деп те ойлама. Сен кімсің, қаһарман кім дейді. Сен мені әлі дұрыс танымаған екенсің. Егер менен қаһарманды тартып аламын деп ойласаң, онда мен саған күн көрсетпеймін. Саған қаһарманның кір көйлегін де бермеймін дейді Дефне. Сол кезде Қимет кіріп келеді, ал Элиф жылап тұрады. Саған не болды деген кезде Элиф үндемей шығып кетеді. Қимет Дефнеге, мына қыз сенің құлың емес, онымен дұрыс сөйлес, ол менің немеремді көтеріп жүр. Сол кезде Дефне, сол бала түсіп қалса жақсы болатын еді дейді. Қимет Дефнеге, сен не деп тұрсың, не айтып жатқаныңды өзің білесің ба? Әлде өткендегі Элифтің іші ауырып ауруханаға түскеніне сенің бір қатысың бар ма? Бүгін Элиф пен Назлы түрмедегі аналарын көруге барады. Қалил Элифке, мынау сенің еңбек ақың деп есепшоттан қағаз әкеп береді. Элиф соншама көп екен деп таңғалып қалады. Гүлсім Дефненің бөлмесінен тауып алған кішкентай құтыны әкеп Шукранға көрсетеді. Шукран, әкел көрейін дейді. Бұл дәріде емес, духи сияқты иісі да жоқ дейді. Сол кезде Қимет кіріп қалады. Қимет, не істеп отырсыңдар, бұл не деген кезде Шукран, Дефненің бөлмесінен тауып алыпты дейді. Ал Қимет болса еш нәрсе білдірмей, Дефнеге өзім беремін деп алып кетеді. Ал Дефне болса әлгі құтыны іздестіріп жатады, бірақ таппайды. Қимет келеді, сен мынаны іздестіріп жатқан жоқсың ба деп қолындағысын көрсетеді. Дефне еш нәрсені түсінбегендей, бұл менікі емес дейді. Қимет айтады, Элифтің тамағына мынаны қосып беріп, сен баладан құтылғың келген екен. Сен баладан құтылу үшін мынаны Элифке бердің ба дейді. Мен саған бір жақсылық жасайын, қаһарманға бала Элифтен екенін айтпайсың. Ал мен болсам, баладан құтылу үшін мына дәріні Элифке бергеніңді айтпаймын. Элиф пен Назлы дүкенге келіп анасына киімдер алады. Анасына келіп жағдайын сұрайды, барлығы жақсы дейді. Сол кезде анасы, менің жанымда бір қыздың адвокаты бар екен, ол менің ісіммен танысты. Мен негізінде бірінші сот қаралымнан бостандыққа шығуым керек еді. Неге мен шықпай қалдым дейді. Элиф те таңғалып, мен адвокатпен сөйлесіп көрейін дейді. Элиф анасының берген нөмері бойынша бір адвокатқа хабарласады. Ол анасының сөзін растайды. Яғни сіздің анаңыз бірінші сот үкімінен кейін бостандыққа шығу керек еді дейді. Одан кейін Элиф қаһармандардың адвокатына хабарласады. Әлгі адвокат, мен еш нәрсе білмеймін, Қимет ханыммен сөйлесіңіз дейді. Элиф үйге келгеннен кейін, мен басқа адвокатпен сөйлесіп көрдім. Анам бірінші соттан кейін де бостандыққа шыға алады екен. Сіз неге өз адвокатыңызға анамды шығарма деп айттыңыз дейді. Ал Қимет болса, анаңның әзірге түрмеде отырған саған да жақсы емес пе? Сенің екі қабат екеніңді біліп қойса, қандай жағдайда болады дейді. Осының бәрін сен үшін істедім дейді. Ал Элиф болса, маған ондай керек емес, тез анамды бостандыққа шығарыңыздар дейді. Барлығын қаһарманға айту үшін Элиф оны кешке дейін күтеді. Ол күні қаһарман кеш келеді. Сөйтіп Элифке, ертең сөйлесейікші, бүгін қатты шаршап тұрмын деп кетіп қалады. Қаһарман бөлмесіне келсе, Дефне оны күтіп отыр екен. Дефне айтады, Эмине маған барлығын айтып берді. Сен ол жерге Мақсұттан баламызды қорғау үшін барған екенсің. Ал мен барлығын дұрыс түсінбей қалдым. Мені кешірші қаһарман деп, қаһарманды құшақтап жылап қалады. Таңертең Қимет клиникаға хабарласады. Сөйтіп, Элифтің ішіндегі баланың жынысы ұл екенін біліп, қуаныштан жылап жібереді. Элиф пен Назлы кету үшін киімдерін жинастырады. Элиф айтады, бізді бәрі қолданады, бізге өтірік айтады. Сондықтан да бұл жерде қалудың еш себебін көріп тұрған жоқпын дейді. Олар ешкімге көрінбей екінші есіктен шығып кетіп қалады. Таңғы ас кезінде Қимет ханым, сендерге жақсы жаңалығым бар. Қаһарман мен Дефне ұлды болады екен деп жаңалықты жеткізеді. Қаһарман Элифпен сөйлесу үшін бөлмелеріне келген кезде онда ешкім жоқ екенін көреді. Элифтің жазып кеткен хатын көріп ашып оқиды.
Ал Қимет келіне сен екі қабат сияқты болып жүрсеңші, әйтпесе барлығы сенен күдіктенеді ғой дейді. Қахраман келіп хат жазып кетіпті, Элифтер кетіп қалыпты дейді. Мыналар шынымен де кетіп қалыпты ғой, киімдері де жоқ дейді. Дефнеге әлде сен оларға бір нәрсе айтып, олар ренжігеннен кетіп қалды ма дейді. Ал Дефне, мен оларға еш нәрсе деген жоқпын, тиіспедім дейді. Бұлардың үйден аяқ асты кетуіне не себеп? Әлде Элиф шындықты білді ме екен? Ішіндегі бала өзінікі екен, қалай білді екен деп тұрған кезде Қахраман естіп қояды. Қахраман ішке кіріп есікті жауып, сендер не деп жатырсыңдар, қайдағы бала дейді. Дефне, мен еш нәрсе білмеймін, барлығын ұйымдастырып жүрген сіздің анаңыз деп кетіп қалады. Назлы мен Элиф Стамбулдың шетіндегі бір кішігірім қалаға келіп қонақ үйге жайғасады. Назлыға бұл жер түк ұнамайды, өйткені екеуі көшеде келе жатқанда қонақ үйдің ішінде де барлық ер кісілер бұл екеуіне біртүрлі көз қараспен қарай береді. Бөлмелеріне келіп жайғасқан кезде Назлы, әпке бұл жерден кетейікші, маған ұнамай тұр дейді. Ал Элиф болса, 2-3 күн жүре тұрайық, өзімізге үй таппағанша болайық дейді. Қахраман, тез арада маған барлық шындықты айтып беріңдер дейді. Дефне, мен бұл іске қатысым жоқ дейді. Ал Қимет ханым барлығын ұйымдастырғанмен Дефненің аналықтары жарамағандықтан мен немерелі болғым келді. Оның үстіне сендерді де балалы болсын деп армандадым. Сондықтан да Элифтің аналықтарын қолдандым дейді. Түрмеде Элифтің анасы бір әйелмен ұрсып қалады. Әлгі әйел, мен саған әлі көрсетемін, бұл жерде кімнің басшы екенін білмейді екенсің деп Элифтің анасына тиіседі. Элиф сіңлісі екеуі бөлмелерінде отырған кезде сол қонақ үйде айқай-шу шығады. Бір әйел, сен менің ақшамды бермедің, сен мені алдадың деп бір ер кісімен ұрсып жатады. Ал әлгі ер кісі болса, қаруын кезеп, мен сені өлтіремін дейді. Бұл Элиф пен Назлыны қорқытып жібереді. Назлы айтады, әпке бұл жерден кетейікші, маған ұнамайды деп. Ал Элиф, таң атсын, сол кезде кетеміз дейді. Кешкісін Зия мырза болашақ немереме деп көптеген киімдер алған екен, және үйіндегілерінің барлығына көрсетеді. Элифтер жатқан қонақ үйде тағы да түнде бір жағдай болады. Назлы ұйықтап жатқан кезде сырттан біреу есікті ашпақшы болады. Назлы қорқып кетіп Селимге хабарлама жібереді. Біз қорқып жатырмыз, бізді келіп құтқаршы деп, және мекен жайын жіберген екен қонақ үйдің. Жеңіл жүрісті әйел мен жанындағы мас еркек біздің бөлмеміз деп Элифтер жатқан бөлмені ашпақшы болады. Bir кезде олар өздерінің қателескенін түсініп кетіп қалады. Селим, Назлы менен көмек сұрап жатыр, мен кетейін дейді. Ал жанындағы Нехир болса, ол Назлының сенде көңілі бар, сондықтан да сені шақыру үшін шақырып жатқан шығар дейді. Ал Селим, сен жындысың ба, Назлының басына қауіп төнсе не болады дейді. Ал Нехир болса, Қахраман ағама хабарласамын, ол көмектеседі деп Қахраманға болған жайтты айтып, қонақ үйдің мекен жайын жібереді. Гүлсім Зия мырзаның немереме деп сатып әкелген киім-кешектерін Дефненің бөлмесіне апарып беруге келген кезде Дефненің арақ ішіп отырғанын көріп қояды. Қахраман келеді. Элиф, біз ешқайда бармаймыз дейді. Сол кезде Қахраман, менің ешқандай нәрседен хабарым жоқ еді. Енді адвокатқа айттым, анаңды тез арада түрмеден шығарады, маған сен дейді. Гүлсім Дефненің арақ ішіп жатқанын Шүкранға айтқан еді. Шүкран барып өзінің енесіне жеткізеді. Қимет ханым келіп, сен неге арақ ішіп отырсың деп Дефнеге келіп ұрсады. Гүлсім көріп қойып Шүкранға айтыпты. Шүкран келіп маған айтты дейді. Елдің бәрі сенен күдіктенеді ғой, арақ ішпе дейді. Дефне, арақ ішемін, мені арақ ішкенімді елдің бәрі көрсін, күдіктенсе күдіктенсін, мен өзімді жүкті сияқты елді алдағым келмейді. Енесі жынданып кетіп, сондықтан да саған бала бұйырмаған шығар деп айқайлап ұрсып кетеді. Ал Дефне қолындағы стаканын лақтырып жіберіп айқайлап жылайды. Түнде сұлтан әжетханаға шыққан кезде күндіз онымен ұрсып қалған әйел келіп, оны пышақтап кетеді. Жараланған сұлтан, көмектесіңдер деп айқайлайды, бірақ оны ешкім естімейді. Сұлтанды құтқарады, түрменің ауруханасында жатып ем алады. Сұлтан полицияға ешкімді көрмедім, қараңғы болды деп кімнің пышақтағанын айтпайды, және қыздарыма да айтпаңыздар, олар бекерге уайымдамасын дейді.